сәлемдер. Мен математикалық эфиріне бүгін біз тез сандарды қосу және таңбалары әртүрлі сандарды қосу тақырыбын өтетін боламыз. Дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Бізге ең бірінші тақырыпты толық нақты меңгеруіміз үшін ережені, яғни формуланы біліп алуымыз керек. Ал нақты ереже: теріс сандарды қосқан кезде екі санды қосып, теріс санның таңбасын қоямыз. Мысалы, қараңыздар, минус қосамыз, минус 7. Екеуін қосамыз да осы таңбасын қоямыз, минус 12. Ал екіншісі, таңбалары әртүрлі сандарды қосқан кезде үлкен сандан кіші санды азайтып, үлкен санның таңбасын қоямыз. Енді қараңыздар, минус 5 қосамыз 7. Минус 5 бұл теріс сан, 7 бұл 10 сан, не? Үлкеннен кішіні азайт дейді. 7-тен 2. Енді үлкен сан 7 бұл 10 сан ба? Иә. Сондықтан 2 бұл қала береді. Негізі плюс бар, плюс басты рөл атқармайды. Ал тағы бір мысал жасасақ, сосын тақырып бойынша есептер шығаратын боламыз. 87 азайтамыз, қосамыз 50. Қалай болады бұл? Ең кішіні азайтамыз, 87 азайтамыз 3. Бізде неше болады? 24 болады. Жоқ, 34 болады. Үлкен сан таңбасы қандай? Минус. Сондықтан да қоямыз. Ал енді минус 87-амыз, минус 3 қоса ше. Екеуін қосамыз да минусын қоямыз. Екеуін қосамыз 7, қосамыз 3. 7 мен 3 қосылады 10, 13, 14 болады. 100 кен. Минус 140. Ал біз тақырып бойынша есептерге келдік. Қараңыздар, біріншісі минус 3 қосамыз минус 4. Екеуін қосамыз неше? Минус 7 болады. Ал қосамыз 5. 8-ден 3-ті азайтамыз. 8-ден 5-ті азайтамыз неше? 3. Үлкен сан қандай? Теріс сан. Сондықтан да минус 3 болады екен. 6 қосамыз минус 9. 9-дан 3-ті азайтамыз 3 болады екен, не? Минус 7 қосамыз минус 2. Неше? Минус 9, е? Минус 10 қосамыз 12. Неше? 2 болады екен. Достар, біздің бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, пайдам тиді деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.